Nasılsındır mı? Bir қазір бейнелеу өнері сабағы. Бейнелеу өнері сабағының бүгінгі сабағымыздың мақсаты модельдеудің қарапайым техникалары мен тәсілдерін қолдана отырып, іс-әрекеттер материалдар мен құралдарды қолдану. Сендердің алдарыңдағы тұрған құралдарды модельдеуде қолдану. Сәулет ұғымымен танысамыз бүгінгі сабақта, және модельдеу ұғымымен де танысамыз. Түрлі түсті қағаздармен бөлшектерді белгілеп, кесу тәсілдерін үйренеміз. Мектебім, аяулы мектебім, бағында гүлдей боп көктедім. Өзіңсің білімнің болағы, нәр алып келемін. Мектебім, аяулы мектебім, бағында гүлдей боп көктедім. Өзіңсің білімнің болағы, нәр алып келемін. Келеміз қуанып біз дайым, мектебім сен жайлы жырдайым. Ай қара есігін ашады, қарсы алып күн сайын. Мектебім өзіңді сүйемін, білімді санама түйемін. Аяулы ұстаздар алдында басымды иемін. Мектебім, аяулы мектебім. Қаланы білеміз біз. Қазақстанда Алматы, дұрыс, қандай? Астана қаласы. Не қараңдаршы балалар, сол қалаларда өте үлкен зәулім үйлер бар, е? Көкшетау өте жақсы. Ол осы қалаларда балалар үлкен биік зәулім үйлер бар, е? Ол үйлерді кім ойлап тапты деп ойлайсыңдар? Сәулетші осы үйлердің жобасын салады. Мына жерде көріп тұрсыңдар ма? Міне, мынау бізде Алматы қаласындағы өте әдемі зәулім үйлер. Мына жерде Астана қаласындағы өте әдемі зәулім үйлер. Бәйтерек, Хан Шатыр, пирамида, сендер барып көрген болсаңдар, осының барын көрген болулары керек. Енді балалар қазір бір минут тақтаға қарай Астанадағы ғимаратты, сәулетті ғимараттарға назар аударайық. Міне қандай үлкен үйлер, я Астана қаласында. Астанада болып көрдік па? Хан Шатыр, Бәйтерекке шықсаңдар, бүкіл Астананы көруге болады, е? Атырау көпірі дейді, пирамида дейді, мешіт Астанадағы үлкен, е? Өте әдемі әсем қала Астана. Ақорда. Міне, жаңадан салынған мешіт. Жақсы балалар. Енді біз Астанадағы өте зәулім әдемі үйлерді көрдік, е? Ал қазір балалар бізді келесі бейнебаянда мынау кімнің үйі дейді. Кімнің үйі? Ал кімнің үйі? Ең жаңа үйі. Мынау кімнің үйі? Ал кімнің үйі? Мынау кімнің үйі?
көрдік, иә? Біздің үйлерімізді де сәулетшілер ол үйдің сұлбасын салып, сәулетін салғаннан кейін, содан кейін барып үйді әкелеріміз салған екен, иә? Жақсы. Енді балалар, біз бүгін сендермен қалай ойлайсыңдар? Не жасаймыз деп ойлайсыңдар? Жаңағы бейне баянда біз көрдік қой, не жасаймыз деп ойлайсыңдар? Не туралы болды жаңа бейне баян? Үй туралы болды. Демек, біз бүгін сендермен үй жасаймыз. Үй жасау үшін біз сендермен бүгін ең бірінші жұмыстың ережесімен танысып алайық. Қане қарайын. Бірінші, балалар, сабақта бір-бірімізді сыйлаймыз, тыңдаймыз, уақытты үнемдейміз, нақты, дәл жауап береміз. Сабақта өзіміздің шапшаңдығымызды, тапқырлығымызды көрсетеміз. Сабаққа белсене қатысып, жақсы баға аламыз. Қайшымен жұмыс істеген кезде бізде қайшы өте өткір зат, иә? Сондықтан біз онымен жұмыс істеген кезінде қайшыны жолдасыңа сабымен ұсын. Яғни қайшыны ұсынған кезде бұлай бір-бірімізге қайшы деп беруге болмайды. Оны сабымен ұсынуымыз керек. Жақсы ма? Қайшыны ұшын сабымен көтермейді. Міне бұлай көтеріп жүруге болмайды екен. Келесі, өтпейтін, тозған, ескі қайшымен жұмыс істеуге болмайды. Жолдасыңның қайшымен жұмыс істеп жатқанда көңілін бөлуге болмайды. Жолдасың қағазды қиып жатқанда қасыңдағы бала, сен оның көңілін бөліп, қайта-қайта ол баланы назарын аударуға болмайды. Сосын қайшыны бір-бірімізге лақтыруға, немесе бұлай сермеуге болмайды. Және оны партаның оң жақ шетіне, оң қолдарыңа қойып қоясыңдар жұмыс істеп болғаннан кейін. Жақсы ма? Жұмыс істеуге дайынбыз ба? Жақсы, дайын болса, онда біз ары қарай үйді өзіңсің білімнің болағы, нәр алып келемін. Аяулы мектебім, бағында гүлдей боп
аяулы